Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Салтанат. Қазіргі таңда хит болып жатқан маклубе тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең әуелі бізге сәбіз, картоп, пияз, ет қажет болады. Етті жақсылап жуып, қызып тұрған майға суы тартылғанша қуырып аламыз. Осы кезде тұз салып қуырып жіберсеңіз болады. Менде еттің тұзы толық болғандықтан қоспадым. Үстінен қайнап тұрған суды құйып, ет толық піскенше пісіріп аламыз. Күріш езілмей пісу үшін күрішті қуырып аламыз. Тапаға 2 ас қасық сұйық май құйып, күрішті тазалап жуып, тапаға салып қуырып алатын боламыз. Күрішті орташа отта 5 минут қуырып алдым. Үстінен қайнап тұрған суды құйып, тұз, куркума қосатын боламыз. Суды көп құйып жібермейміз, күріш сәл ғана бататындай етіп құямыз. Куркума қосу міндетті емес, бірақ қоссаңыз дәмі ерекше болып, түсі әдемі болып тұрады. Куркуманы 1 ас қасық куркума және тұз қосып, орташа отта пісіріп аламыз. Сәбіз бен картопты қуырып алатын боламыз. Қатты пісіріп жібермей, қызартып қуырып аламыз. Қалауыңызша баялды және тәтті бұрыш қосуға болады. Қосып жатсаңыз, оларды да осылай қуырып алатын боласыз. Көкөністердің барлығын қуырып болған соң, жинауға кірісеміз. Ыдысқа 2 ас қасық май құйып, пияз, сәбіз, ет, картоп, күріш барлығын кезек-кезек орналастырып шығатын боламыз. Міне осылай барлығын орналастыратын боламыз. Пісіп дайын болған күрішті салып, әр салған сайын қолдың күшімен нығыздайтын боламыз. Тағамды аударғанда шашылып кетпеуі қажет. Сол үшін барынша үстінен қатты басып салатын боламыз. Барлығын салып орналастырып болған соң, еттен қалған суды құйып, баяу отта 20 минут ұстаймыз. Міне біздің маклубеміз дайын, өте керемет дәмді болып шықты. Біздің үйдегілерге өте қатты ұнады. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз, өте керемет дәмді болып шығады. Жан-жағына өзіңіздің қалауыңызша қойсаңыз болады. Мен свежий салат қойып, айран құйып шығамын. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын. Достар, егер де менің видеом ұнап жатса, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алдағы уақыттарда қолжетімді заттардан ерекше дәмді тағамдардың рецебін ұсынатын боламын.